Біз мұғалім һәм ұстазлық кәсібінің статусын һәм абырайын арттыруға шешуші мәселе сипатында қарап жатырмыз. Сондықтан тарау қызметкерлерінің мейнет һәм жасау шараяатын жақсылау реформаларымыздың ең тигарғы бағдары болып қалады. Мемлекетіміз басшысының 1 октябрь мұғалімдер һәм ұстазлар күні мөнәсәбәтіменен педагогларға жолдаған құттықтауында білдірген міне осындай пікірлері бүгін әдеулі ұстазларымызды қуанышқа бөлемекте. Орларда өткерілген байрам лажларында да келешек иелерінің тәрбиесі үшін жауапкер болған мұғалімдерге айрықша hürmet көрсетілмекте. 1 октябрь мұғалімдер һәм ұстазлар күні деп белгіленуі әрбір инсанға және бір мәртебе өмірде таяныш болған өз ұстазына миннетташылық білдіріп қою һәм де ұстазлық етіп жалықпаған әдеулі мұғалімдердің педагоги қызметлерін бағалау имканиятын береді. Бұл сәне республикамыздың барлық аймақтары қатары Шоманай районында да салтанатлы түрде белгіленіп өтілді. Бүгінгі күнде районда 32 ұлыма білім беру мектептерінде 7 мыңнан астам оқушыларға 1153 мыңнан астам педагоглар тәлім тәрбие беріп келмекте. Байрам салтанатында сөзге шыққандар кеше қатынасушылары болған нұрани ұстазлар һәм тарау қанегелеріне жас әулетті тәрбиелаудай әділі һәм жауапкершілікті істе көрсеткен педагоглар үшін өз миннетташылықтарын білдіріп байрам сауғаларын тапсырды. 46 жылдан бері білім тарауында істеп келмектемен. Міне балаларымыз сауатлы, білімлі, ілімлі болса, біз барқылы қуаныштамыз. Пакистан білімлендіру ағыласын алдым, онан қала берді. Өзбекстан білімлендіру ағыласын, әзірге онан кейін мұтаббар аял, педагог ұстаз деген атақларға ие болып, келешегіміз болған жастарға білім беріп келмектемен. Дүнияда кәсіптер көп. Әрбір кәсіптің негізінде hamısı ұстаздан тәлім алады. Біз ұстазларымызға терең миннетташылық білдіреміз. Осы районда, Қарақалпақстанда елімізде миннет етіп отқан барлық білімдендіру тарауындағы педагог кәсіп иелерін бүгінгі кәсіптік байрамымен қызғын құттықтаймын. Өзім де осы тарауда қызмет етіп отырғанымнан жүдә қуаныштымын. Ләж барысында ұстазлар һәм педагогларға байрам мөнәсәбәтіменен бақалы сауғалар тапсырылды. Байрам кешесі көркемөнер тарау қызметкерлері тарапынан жүргізілген концерт бағдарламасымен дауам етті.